кейде адамдар айтып жатыр, біз енді қайтыс болған адамдарға не істей аламыз деген кезде, қайтыс болған адамдарға біз тек қана оларға дуа жасай аламыз, олардан емес. Алла субхана тағала Құранда не дейді? Құранда ашсаңыздар, олар сендерді естімейді дейді, қабірдегілер. Естісе де сендерге жауап бермейді дейді. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи саламның өзі. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам сахих хадисте өзінің Фатима қызына қатып айтады. Фатима өте сондай бір көркем кісі болған, қызы ғой енді, Али радиаллаху анхудың әйелі. Сол Фатимаға айтады: ей Фатима дейді, сұрасаң қазір менен сұрап ал дейді. Сұрайтының бар болса қазір менен сұра. Ертең өлгеннен кейін мен саған ештеңе бере алмаймын дейді. Әлемдердің сардары болған, Алла субхана тағаланың ең сүйікті құлы болған, ол өзінің ең сүйікті қызына мен саған көмектесе алмаймын десе, ешкімге ештеңе істей алмаймыз. Пайғамбар бізге де көмектеспейді, ол да бізге көмектеспейді, біз де оған көмектесе алмаймыз. Қай кезде көмек болады? Шапағат қияметте Алла субхана тағаланың алдында тұрған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: мен өзім үмбетіме не істеймін деді? Шапағат етемін деді. Бірақ ол шапағатқа лайықты болу керек. Мен айтып, жүрегім таза, мен жүре беремін, намаз оқымасам да болады деген адамға шапағат болмайды. Сен оған лайықты болуың керексің. Сен намазың болу керек. Ең үлкен Алла тағалаға қарсы болған әділетсіздікті хотя бы жасамау керек. Қандай? Аллаға серік қоспау. Сол кезде шапағатқа ілінуіміз әбден